ұрып шыққың келеді. Жоқ, енді түсінбейді да ол. Айтсаң, және тыныш отырмайды, ол сөз қайтарады да. Алдын түсіңде күйеу измена жасап қалған жоқ, қалай жорылатынын айтқанбыз. Енді түсіңде әйел измена жасап қойса, қалай жорылаты екен себебін айтамыз. Әйел адам деген кім? Көп еркектерге ол тегін палау, тегін стиралка, тегін повар. Бірақ рет өмірінде ақысын төлейді де, навсегда пайдаланады. Жалпы еркектердің ойында әйел адам оның жайын жасап жүру керек. Одан басқаны, оның семьясынан басқаны ойламауы керек екен. Әйелдің бүкіл өмірі күйеу және оның бала шағасын жайын жасаумен өту керек екен. Ал бұл әйел жұмысқа шықса, құрбыларымен жиі кездессе, өзінің өмірін реттей бастаса, бұл күйеуге ұнамайды екен. Сосын әйелді кінәлайды, өзгеріп кетті, үйге қарамайды деп. Так, енді түсіңдегі изменаға қайта оралайық. Дәл осы жағдай түсіңде әйелдің изменасына жорылады. Яғни, түсіңде әйелің измена жасаса, ол өзіне көп мән бере бастады. Ол өте жұмыс басты болып кетті. Сені күтуге, сені мәпелеуге уақыты жоқ деп жорылады. Бұл бірінші жорылуы. Екінші жорылуы, сен одан шаршадың, одан көңілің суып кетті. Қалай құтылу керектігін білмеген соң түсіңде оның измена жасап жүргенін көресің. Бұл жерде түсті сезімі жоруға маңыз береді. Яғни, оянған соң сол түстің әсерімен әйеліңе ашулансаң, осы айтылған екінші халмен жорылады. Және айта кететін нәрсе, егер өмірде измена жасап қойған әйел болса, бұл екі жоруға негізсіз болып саналады. Бұл көрген түсіңіз күмәннан шақырып алған түс болып есептеледі.